Достық көшесі елордамыздың сол жағалауындағы әсем көшелердің бірі. Тұран даңғылынан басталып, министрліктер үйінің арқасынан өтіп, президенттік саябаққа барып аяқталады. Қабанбай даңғылын, Мәңгілік ел даңғылын және Сауран, Ақмешіт, Түркістан көшесімен қиылысады. Ұзындығы 2299,5 метр. Достық қазақы ұғымда адамдардың бір-біріне адал, қалтқысыз сенім, бір мүдделі, ортақ көзқараста болатын қасиеті. Достық өзара жауапкершілік пен қамқорлықтың, рухани жақындықтың белгісі. Саясаттанудағы достық ұғымы мемлекеттер арасындағы саяси, экономикалық, мәдени мүдде тұрғысынан ынтымақтастық орнату шараларын бейнелеу үшін қолданылады. Тағы бір ой. 130-дан астам ұлт өкілі тұратын біздің ел ұлттар достығын өнеге, халықтар достығын үлгі қылып отырған мемлекет. Достық көшесі бойында үлкен ғашықтар саябағы, Нұрлы дала тұрғын үй кешені, көрме орталығы, Астанадағы көркем ғимараттардың бірі солтүстік шұғыла тұрғын үй кешені тұр. Керуен сауда ойын-сауық орталығы, ұлттық академиялық кітапхана, Бәйтерек монументі, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің ғимараты орналасқан. Ғашықтар саябағы Нұр-Сұлтан қаласындағы ғашық жандарға арналған бірден-бір романтикалық орта. Саябақ Есіл өзенінің сол жағалауындағы Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының ғимараты мен Тұран даңғылы арасынан орын тепкен. Жалпы алып жатқан көлемі 14 гектар.